Қалай деуші еді оны? Сәкен? Видеомыз дей салайық. Құрметті ұстаздар, келесі видеомыз ол сіздерге арналады. Дарын онлайн мұғалімнің сенімді көмекшісі болғысы келеді. Дарын онлайн осы уақытқа дейін мұғалімдердің жұмыстарын жеңілдетіп, олар оқушыларына жоғарғы сапалы білім деңгейін беру үшін, көрсету үшін барлық мүмкіндіктерді жасап келеді. Сол мүмкіндіктерді сіздермен таныстыруға мүмкіндік беріңіздер. Керемет. Олай болса кеттік. Бірінші кезекте ол Дарын онлайнның видео контенті. Біздің платформада 27 000 видео сабақ тіркелген, қосылған. Бұл дегеніміз 1-11 сынып оқушыларына керекті барлық мектеп сабақтары 37 пән бойынша әрбір 90-дағы бөлім тараулар бойынша түсірілген видео сабақтар. Әр видео сабақ ол бізде 5-15 минуттық видеолардан құралған. Сіз бұны қалай пайдаланасыз? Яғни алдын ала оқушыларға сіз осы тақырып бойынша видеоны Дарын онлайннан көріп кел деп жіберу арқылы мектепке келген кезде сіздің жұмысыңыз жеңілдейді, себебі оқушылар алдын ала видеомен танысып, оны көріп, қажет болған жағдайда астындағы тесттер мен тапсырмаларды орындап келеді. Екінші, ұстаздарға беретін біздің мүмкіндігіміз ол біздің сабақ жоспарларымыз. Кеше өздеріңіз білетіндей біздің оқу ағарту ісіндегі министрлік Асхат Аймағамбетов айтқандай, мұғалімдер тек қана екі нәрсені толтыру керек деді. Ол біріншісі күнделікті, екіншісі ол мұғалімдер сабақ жоспарын, яғни күнтізбелік жоспарын, сабақ жоспарын ғана толтыру керек деді. Осы сабақ жоспары бізде мемлекеттік стандарттарға сәйкес Блум таксономиясы бойынша тапсырмалардың барлығы бөлінген, соңында ресурстармен қамтамасыз етілген. Оны сіз өзіңіз көшіріп алып, мектепке дайын түрде апарып қолдансаңыз болады. Осындай бір тамаша конспектілер біздің мұғалімдерге қолжетімді. Әр сабақ бойынша сол видео сабақтың астында осындай күнтізбелік жоспар, сол видео сабақтың конспектісі болады. Тест тапсырмалар. Дарын онлайн платформасында 450 000-нан артық тест тапсырмалар бар. Бұлардың барлығы оқушылардың оқыған тақырыптары бойынша өздерінің білімдерін жетілдіру үшін және де сол білімдерін шыңдау үшін арналып құрастырылған тапсырмалар. Бұлардың барлығы дұрыс жауап дистракторына сәйкес жасалған. Өздеріңіз білетіндей, осы 2022-2023 оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тапсыратын оқушылар ABCD-E 5 вариантты емес, ABCD 4 вариантты жауап нұсқаларын таңдайтын болады. Дәл сол секілді Дарын онлайнда барлық сұрақтар осы 4 вариантпен жасалған. Бұлардың барлығы әлемдік стандарттарға тура жасалған деп айтсам болады. Осылар арқылы сіз өзіңіздің оқушыларыңызды одан да ары дамытатын боласыз. Келесі мұғалімдерге керекті бір біздің мүмкіндігіміз ол байқау сынағы. Құрметті ұстаздар, өздеріңіз білетіндей, байқау сынақтарын алу ол өте маңызды. Оқушылардың қай тақырыптан қалып кеткенін, қай жерде олар жақсы үйренгенін барлығын ескеру үшін біз диагностикалық тест жасап шықтық. Бұл диагностикалық тест оқушыларға арналған және де сіз сол диагностикалық тестті тапсырту арқылы оқушылардың білім деңгейін бірден біле аласыз. Және де сол бойынша сіз болашақта өздеріңіздің сабақтарыңызды жүйелеп, керекті ғана тақырыптарды оқушыларға беру арқылы олардың қалып кеткен жерлерін жабуға мүмкіндігіңіз болады. Бұл диагностикалық тест бізде жаңа форматқа сай жасалған, обновленка деп айтады ғой, сол бойынша жасалып шыққан. Мұғалімге беретін біздің осындай құралдарымыз өте көп, және де ең осы тағы да бір пайдалысын айта кетейін, бұл оқушыларды басқару системасы. Былайша айтқанда LMS, Learning Management System дейді. Сіз барлық осы оқушыларыңыздың тапсырған тапсырмаларын, қай жерде қате кеткенін, олар қай видеоны толығымен көрді, қай видеоны қарамады, қай жерде олар тесттерін жоғары алды, осы барлық оқушыларыңыз бойынша ақпаратты бір жерден көріп отыруға мүмкіндігіңіз болады. Осы арқылы сіз оқушыларыңызды дұрыс басқара аласыз. Құрметті ұстаздар, Дарын онлайн платформасын қолданып жүрген болсаңыз, сізге қай жері тиімді, қай жері сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп жатыр, соны астына жаза кетсеңіз. Біз сіздердің сенімді көмекшілеріңіз болғымыз келеді, және де сіздерге керекті қосымша
жұмыс процесін жеңілдетуге арналған мүмкіндіктер болса, астына жаза кетіңіздер. Оны біз міндетті түрде жасап сіздермен бірге оны ұсынатын боламыз. Олай болса, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Су болса күшті болады, не де?